Азамат. О, ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Не ғой, қазір бізде фирмада кішкене кризис отыр да. Сенің зарплатаңды бере алмаймыз. Қанша уақыт болды примерно? Бір 2 жыл деді. Жарайды, 2 жылдан кейін точно бересіздер ғой? Ол да не точно енді. Жарайды, жұмыс қой, мен бәрі қайда барамын қазір. Істей береміз ғой. Қалың енді қайта бана продуктымен ба, сүт, жұмыртқа, нан беріп тұрсаңыздар болады. Болды, көреміз. Рахмет. Азамат, шақырдың ба? Иә, шақырдым. Мен кетемін жұмыстан, увольняйся. Не болып қалды? Что случилось? Невозможно сіздерде жұмыс істеген. Шынымды айтайын, бар ғой, ренжімеңіздер, бірақ невозможно. Не мына кофеларыңыз? Бір нормальный кофе алсаңдар болады ғой. Какой-то 3 в 1 бір дешевый кофе ішкім келіп ма? Мен сонда жұмыста отырып алып. Қандай кофе? Давай алып келемін саған. Болды, керек емес, рахмет, болды, кетемін. Подожди. Кеше ғана айлығын көтердік қой, сен не айтып тұрсың? Не болып сонда? Міндетсіздер ма? Маған 700 мың бердің деп? Қайдағы жоқ, 700 мың қай жеріме жетсең мен ол ақша ма қазір? Ты вообще 700 мың, мен бастық болып 500 мың аламын мына жерде, білесің бе? Өздерің білдір. Либо маған 2 миллион төлейсіңдер айына, либо маған вообще доля беріңдер конкретно, все. Сонда мен қаламын. Кет. Басымға, сен вообще СММшісің, не айтып тұрсың? Не болды енді? Тауып алдым да басқа СММ. Sick of my voice, sick of my voice.